Баршаңызға сәлем. Бүгін балаларыма өте ерекше дәмді, түрлері де ерекше болып келетін печеньелер дайындап бердім. Өте оңай жасалады, видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен бөлме температурасында ертілген, жібіген сары майымызға қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде қанттың орнына қант ұнтағын пайдаланған жақсы. Тез, ыңғайлы тесто дайындауымызға ыңғайлы болып келеді. Одан кейін жұмыртқаны салып, сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне какаоны елегіштен өткізіп салатын боламыз. Қажетті ингредиенттерді астыда описанияға жазып кететін боламын. Өте қарапайым үйдегі бар заттармен жасалады. Барлығын осылай араластырып аламыз. Бұл жерде ешқандай миксердің, блендердің қажеті жоқ. Қасықпен араластырсаңыз да болады. Қопсытқышты салып, одан кейін ұнды шетінен салып отырып, араластырып, тесто дайындап алатын боламыз. Алдымен ыңғайлы болу үшін осылай қалақшамен немесе қасықпен араластырып, соңынан қолымызбен араластырып, илеп, жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, себебі тестамыз қатты болып кетуі мүмкін. Ұнға байланысты әртүрлі мөлшерде кетеді. 270 немесе 300 граммдай ұн қажет болады. Осындай тесто пайда болғаннан кейін мешокқа салып холодильникке 15-20 минутқа алып қоятын боламыз. Осы жерден ақ білінеді печеньенің қандай тәтті болатыны, себебі тестамыздың өзі иісі керемет шығып тұр. Холодильниктен алғаннан кейін әдеттегідей оқтаумен осылай жайып алатын боламыз. Кішкене шамалы бөлініп жатады, ештеңе етпейді, жұмсақ қамыр болып шығады. Енді формочкаларымызбен печенье дайындайтын боламыз. Егерде үйіңізде осындай формочкаларыңыз жатса, ендеше тезірек осы печеньелерді балаларыңызға жасап беріңіз. Өте дәмді болып шығады, тез 15-20 минутта пісетін болады. Және түрлері де көңіл күйді көтеретін печеньелер деп ойлаймын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі күн сайын жаңа жылға арналған рецепттер түсіріп салатын боламын. Күн сайынғы рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді жаңағы тестоның бір бөлігінен осындай шишка пішінді печенье дайындайтын боламыз, үстінен өрнегін салып. Өте әдемі шығады, пышақпен осылай кесіп, үстінен формасын әдемілеп шығара қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, оп-оңай жасалады. Мінекей тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Алдымен осылай сопақша етіп домалатып аламыз, содан кейін үстінен узорын саламыз. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Енді мен сияқты сәндесеңіздер де болады. Үстін осылай ақ шоколадты ертіп алып, ыстық суға салып ертіп алдым да, үстіне осылай узорларын салдым. Сіздер қалауыңызша, басқаша жасасаңыздар да болады. Кейбіреулерін ақ шоколадқа батырып алып, үстіне орехтерді және кокосовый стружканы сеуіп дайындап қойдым. Ал достар, мен сіздермен келесі рецепттерге дейін қоштасамын. Сіздер де жасап көріңіздер, назарларыңызға рахмет. Айтпақшы, келесі рецептте осындай ерекше закуска дайындадым, жіберіп алмаңыздар.